Сәлем достар, сіздермен бірге Айдана. Бүгін біз дамский пальчики дайындайтын боламыз, яғни бикеш саусақтары. Бізге керегі 200 мл су. Осындай кружкамен мен өлшеп алдым. 200 грамм маргарин немесе май, 3 жұмыртқа, 8 столовый ложка ұн, кішкене шым тұз қосамын. Креміне келетін болсақ, 300-400 грамм қаймақ қосамын. Және де сахарный пудрадан 200 грамм қосатын боламын. Осындай пергамент қағазы болатын болса, тіптен жақсы, осыған дайындайтын боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Міне біз қатты отқа суымыз бен майымызды қойып, жақсылап қайнатамыз. Көріп тұрғандарыңыздай май мен су бірге жүреді, және де кішкене тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай біркелкі болып қайнау керек. Астын жай қоямыз, жайлап ұнымызды салатын боламыз. Ұнның барлығын салуға болмайды, 2-3 қасықтан салып араластырып тұрамыз. Ұнымызды салып жатқанда астын жай отқа қойып қоямыз. Келесі жұмыртқамызды қосамыз, кезектен салып араластырып тұрамыз. Міне осындай әдемі болып шығады. Кішкентай қасықтан біртіндеп салып шығатын боламыз. Осылай барлық қамырымызды салып болғаннан кейін біз пешімізді қыздырып алып, 200 градуста әр листті 20-30 минуттан пісіріп алатын боламыз. Үлкен қасықпен салудың қажеті жоқ, өйткені бұл тестамыз үлкейеді. Менің пешімде осындай әдемі көрініс болып жатыр. Қамырымыз дайын болады дегенше біз кремімізге кірісейік. Қаймақ пен сахарный пудра екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Егер де сіздерде сахарный пудра болмаса, кәдімгі шекерді қоса берсеңіздер де болады. Миксермен немесе осындай венчикпен араластырып, әдемілеп дайындап қоямыз. Қараңыздаршы, қандай үлкен болып шықты. Міне осындай болу керек.
Міне мен үлпілдек пончиктерімді алып, креміне жақсылап тұрып араластырып, осылай тарелкама қоятын боламын. Осылай кезек-кезек үстін қойып шығамыз. Мен әрлеу үшін осындай әдемі подсыпкаларымды алып, жақсылап тұрып әрлейтін боламын. Сіздер шоколад қоссаңыздар да болады. Міне осындай әдемі қылып сеуіп шықтым. Дәмі тіл үйреді. Міне қараңыздаршы қандай әдемі. Сіздер де менімен бірге дайындаңыздар. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, дәл қазір тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.